Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Айжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пияз қосылған қатпарлы қаттама нанның жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Және өте дәмді, ерекше екі түрлі қылып жасадым. Жартысына жұмыртқа жағып, жартысына жұмыртқа жақпай, жұмыртқа жағылғаны өте дәмді. 200 грамм жылы сүт, 400 грамм жылы су, 1 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық майонез, 1 ас қасық сары май, 1 шай қасық дрожь салып, барлығын жақсылап араластырып, етін пищевой пакетпен жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. 1 килограмм ұнды еліктен өткізіп, қамырымызды жақсылап елейміз. Қамырымызды елеп болдық, бетін жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 немесе 2 пиязды және укропты майдалап турап, шым-шым тұз және қара бұрышты қосып, барлығын біркелкі араластырып аламыз. 150 грамм сары майды ерітіп, 150 грамм сұйық майды құйып, қасықпен араластырып дайындап аламыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді қалауымызша бөліктерге бөліп, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырды жұқа етіп жаямыз. Ерітіп дайындаған майымызды барлық жеріне бірдей жағып шығамыз. Сосын өзімізге ыңғайлы етіп бөліктерге бөлеміз. Ортасына салмасын аз-аздан салып шығамыз. Бөлінген бөліктерді бір-бірінің үстіне әдемілеп қойып, орап шығамыз. Барлық қамырды осылай жасап шығамыз. Сосын суалағып дайындаған қамырымызды холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырды осылай қолымызбен жайып шығамыз. Бетіне жұмыртқаны жағуды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған пеште 225 градуста қызартып, әдемілеп пісіріп аласыздар. Дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.